Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Түлкібас медиа студиясының кезекті шығарылымы. Ақпан айының бірінші бейсенбісі әлем елдерінде дүниежүзілік сайлау күні болып бекітілген. Бұл күн 2005 жылы Біріккен Ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясы тарапынан бекітілген болатын. Осы тұста біз аудандық аумақтық сайлау комиссиясының төрағасы Ерден Қаратаев мырзаны сұхбатқа шақырған болатынбыз. Арнайы уақытыңызды бөліп, бізге келгеніңіз үшін шынайы алғысымызды білдіреміз. Жалпы алғашқы сұрақты, дүниежүзілік сайлау күні қалай аталып өтеді? Осы тұста әңгіме өрбітсеңіз. Рахмет, сіздер студияға шақырып сұхбат алып жатқандарыңызға. Жалпы өзіңіз жаңа атап өткендей, дүниежүзілік сайлау күні 2005 жылы Будапештте өткен сайлауды ұйымдастырушылардың жалпы конференциясында бастау алып, бүгінгі күнге дейін жыл сайын ақпан айының әр бейсенбісінде әлем бойынша аталып өтілуде. Биыл дүниежүзілік сайлау күні біздің республикамызда 5 ақпанға түсіп тұр, яғни бүгінгі күнге. Осы сәтті пайдалана отырып, аудан тұрғындарын дүниежүзілік сайлау күнімен құттықтағым келеді. Жалпы бұл дүниежүзілік сайлау күні сайлау институтының маңызын арттыруға, азаматтардың сайлау құқығын қорғауға және демократиялық құндылықтарды нығайтуға бағытталған шара болып саналады. Жалпы айтқанда сайлау бұл халықтың өз еркін білдіруге, билікке тікелей ықпал етуіне басты тетігі болып саналады. Әрбір азаматтың сайлауға келіп дауыс беруі бұл елдің саяси бағытын айқындап, қоғамдық дамуға тікелей әсер етеді. Осы тұрғыда дүниежүзілік сайлау күні азаматтардың сайлау мәдениетін қалыптастыруға, құқықтық сауаттылықтарын арттыруға ерекше мән береді. Енді биылғы жылы ауданымызда дүниежүзілік сайлау күнін атап өтуге облыстық сайлау комиссиясының арнайы құрылған жоспарына сәйкес ауданда да біздің Түлкібас аудандық аумақтық сайлау комиссиясының іс-шара жоспары бекітіліп, осы жоспарға сәйкес аудан көлемінде, оның ішінде білім беру мекемелерінде, Түлкібас агробизнес және саяхат колледжінде студенттермен, жоғары сынып оқушылармен кездесулер, дөңгелек үстелдер, түрлі семинарлар, сайлау жүйесі мен сайлау заңдылықтарын түсіндіру, насихаттау бағытында түрлі шаралар өткізілді. Ауданымыздың орталық кітапханасында да бізде ауданда жас сайлаушылар клубы құрылған. Сол клуб мүшелерімен де кездесу өткізіліп, дөңгелек үстел өткізілді. Жастар ресурстық орталығының мамандарымен және жаңағы атап өткен колледждің, Түлкібас агробизнес және саяхат колледжінің студенттермен кездесулер өткіздік. Бұның бәрі жастарды сайлауға тарту, белсенділігін арттыру табылады. Жалпы дүниежүзілік сайлау күніне осы іс-шаралардан бөлек осы аудандық Шамшырақ газетіне мақалалар жарияланды. Біздің сайлау комиссиясының Facebook парақшасында, әлеуметтік желілерде мақалалар, атқарылған жұмыстардың нәтижелері жарияланып тұрады. Жалпы Ерден аға, осы тұста түсініктеме беріп өтіңізші, жалпы сайлау комиссиясының негізгі міндеттері қандай? Енді сайлау комиссиясының негізгі міндеттері бізде Қазақстан Республикасында сайлауды әзірлеу мен өткізуді ұйымдастыратын мемлекеттік сайлау органдары болып, сайлау комиссиялары табылады. Бұл республикамызда сайлау комиссияларының бір тұстас жүйесін орталық сайлау комиссиясы, облыстық аумақтық сайлау комиссиясы, округтік сайлау комиссиялар және учаскелік сайлау комиссиялары атқарады. Енді мен аудан бойынша айтып өтсем, ауданымызда бір аумақтық сайлау комиссиясы 7 комиссия мүшесінен тұрады, 17 округтік сайлау комиссиясы, жалпы 85 комиссия мүшесінен тұрады, және 60 учаскелік сайлау комиссиялары 366 комиссия мүшесінен құралған жұмыс атқарады. Бұл комиссиялардың негізгі міндеттері сайлау кезінде ең біріншіден сайлаушылардың тізімдерімен жұмыс жүргізу, дауыс беруге арналған үй-жайларды жабдықтау, оның ішінде мүгедектігі бар азаматтарға қолайлы жағдайлар жасау,
және сайлау күні сайлаушылардың дауыс беруін заңға сәйкес өткізу және дауыстарды санау, дауыс беру қорытындыларын анықтау болып табылады. Жалпы алдағы сайлауларға дайындық қалай жүргізілуде? Енді биылғы жылы, 25 жыл, былтырғы жылы біз 6 ауылдық округ әкімінің сайлауын өткіздік. Кемербастау, Майлыкент, Арыс, Тастұмсық, Жабағылы, Келтемашат ауылдық округтерінің сайлауын өткізген болатынбыз. Бұл жаңа алған ауылдық округтердің 5-еуі өз мерзімдерінің аяқталуына байланысты өткізілді. Бір ауылдық округ әкімі өз өтініші бойынша жұмыстан босатуына байланысты кезектен тыс сайлау өткіздік. Енді биылғы жылы жоспар бойынша мерзімі келетін бір кент әкімінің сайлауын өткізу жоспарлануда. Сазтөбе кентінің кент әкімінің өкілеттік мерзімі желтоқсан айында аяқталады. Соған сәйкес сайлау өтетін болады. Сондай-ақ өздеріңізге белгілі, кешегі 20 қаңтар күні Қызылорда қаласында өткен ұлттық құрылтайдың 5-ші отырысында мемлекет басшысы конституциялық өзгерістердің болатындығын атап өтті. Осы бағытта қазіргі таңда конституциялық реформа жөніндегі комиссия өз жұмыстарын жүргізуде. Сол нәтижесі бойынша егер референдум өту мәселесі қаралатын болса, біз аудандағы барлық комиссия өткізуге дайын. Енді жаңағы сұрағыңыз, сайлауға дайындық қалай жүргізіледі, ол әрбір тағайындалған сайлау науқанына біз алдын ала бірінші комиссия мүшелерінің дайындығына баса назар аударамыз. Оны жаңағы облыстық сайлау комиссиясы, каскадтық жүйемен біздің аудандық сайлау комиссиясы, барлық учаскелік сайлау комиссияларының мүшелеріне оқыту семинарларын өткіземіз. Яғни соларға заңның нормаларын түсіндіреміз. Қалай өту керек, заң аясында өту туралы семинарлар, алда бұрынғы өткен сайлауларда кейбір кемшіліктерімізді алдағы уақытта болдырмау мақсатында соларды сол кездегі өткен ситуацияларды жаңа көрініс арқылы көрсетіп, алдағы сайлауларда болдырмауға жұмыс жүргіземіз. Жалпы сайлау процесіндегі ашықтық пен әділдікті қалай қамтамасыз етесіздер? Сайлау ашықтығы бұл сайлау тағайындалғаннан бастап біз бұқаралық ақпарат құралдарында, аудан әкімдігінің ресми сайтында сайлау беті ашылған. Сол сайттарда, Facebook парақшамызда және осы Шамшырақ аудандағы бұқаралық ақпарат құралдарында сайлаудың біздің шығарған шешімдеріміз, тағайындалған туралы күнтізбелік жоспарларымыз, ол жерде қашан өтеді, қалай өтетіні бәрі күнтізбелік жоспарда жазылған. Қай кезден қай кезге шейін үгіт жүргізіледі, қай уақытқа шейін құжат тапсырылады. Сол ашық бәрін жариялап отырамыз. Өту барысын әлеуметтік желіде жариялап отырамыз. Сондай-ақ дауыс жаңағы әділдігін қамтамасыз ету бойынша бұл сайлау күні жалпы сайлауға саяси партиялардан, аккредитациядан өткен қоғамдық бірлестіктерден, сондай-ақ кандидаттардың сенімді өкілдері қатысып, байқаушы ретінде қатысып отырады. Олар жаңағы сайлау комиссиясының сайлауды заң талаптарына сәйкес өткізуін байқап отырады. Әділ өтуін, сайлау процесін байқап отырады. Ал жаңағы сайлаушылардың тізімінің дәлдігін қалай тексересіздер? Жалпы сайлаушылардың тізімін жергілікті атқарушы органдар мемлекеттік деректер қорын арқылы жасақтап, сайлауға 20 күн қалғанда біздің сайлау комиссияларына актімен өткізеді. Әкімнің қолымен актімен өткізеді. Сол актімен өткізген күннен бастап бізде сайлау комиссиялары сайлаушылардың тізімдерін нақтылау жұмыстарын жүргізеді. Қажет болған жағдайда үйме-үйме жүріп, сол мекен-жайдың туралығын, мекен-жайда тұратын азаматтардың бар жоқтығын
нақтылаймыз. Ал жаңағы белгіленген сайлау күні келген кезде сайлау учаскелерінде жұмыс қалай жүреді? Сайлау күні жұмыс. Сайлау күні. Енді сайлау күнгі жұмыс заң Қазақстан Республикасының сайлау туралы заңына сәйкес сайлау комиссиясы негізі сайлау таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге шейін жүргізіледі. Заңға сәйкес сайлау комиссиясы сайлау басталғанға дейін 1 сағат бұрын сайлау үйін ашады. Ол жерде кішкене тоқталып өтсек, немен айналысатыны. Төрағасы сол жерде комиссия мүшелерін түгелдеп, олардың әрқайсысына міндеттерін бөліп береді. 1 сағат бұрын ашылу мақсаты ол жердегі техникалардың, компьютерлардың жұмысқа дайындығын тексереді, сейфтердің, стендтердегі жаңағы ақпараттардың бар болуын бәрін тексеріп, комиссия хатшысы бюллетендерді, журналдарын тексеріп, келген жаңа алдында айтып өттім ғой, байқаушылар қатысады деп, соларды тіркеу жұмыстарын жүргізеді арнайы журналға, және бюллетендерді таратып береді өзі бекітілген комиссия мүшелеріне. Сағат 7-ге жақындаған кезде, 5 минут қалғанда хаттама толтырылады ашылу туралы. Қазақстан Республикасының әнұраны ойналтылып, сағат тура 7-де сайлау үйі ашылады. Сайлаушыларды ішке шақырады. Сайлау нәтижелерін шығару және оны жариялау тәртібі қалай жүргізіледі? Бұл сайлау нәтижесін шығару, жаңа сайлау күні сайлаушылардың дауыстарын санау, бұл сайлау процесіндегі ең маңызды сәттердің бірі болып табылады. Дауыстарды санау байқаушылардың, сенім білдірілген азаматтардың, бақ өкілдерінің қатысуымен ашық жүргізілетін болады. Барлық жаңағы қатысушылардың қатысуымен комиссия төрағасы дауыс беру аяқталғаны туралы хабарлама беріп, сол сәттен бастап дауыс беру үйі жабылады. Ешкім кіргізілмейді, шығарылмайды. Бірақ соға жаңағы сайлауды жабық деп жарияланғанға дейін кіріп қойған сайлаушыларға сайлауды өз дауыс беру құқығы беріледі. Дауыстарды санау рәсімі 6 кезеңнен тұрады. Жаңағы бірінші бұл тізім бойынша сайлаушылардың жалпы санын және сайлау бюллетендерін алған сайлаушылардың санын анықтап алады. Одан кейін пайдаланылмаған сайлау бюллетендерін санау және жою пайдаланылмаған сайлау бюллетендерін. Үшінші дауыс беруге арналған жәшіктерді ашу. Бірінші болып тасымалданатын жәшік ашылынады. Төртінші бұл бюллетендерді санау және сайлау комиссиясының қорытынды отырысын өткізу. Бұл жерде енді қайта санау рәсімі де болуы мүмкін. Қайта санау қатысып отырған сенімді өкілдің жазбаша өтініші негізінде қайта бір-ақ рет саналады. Жалпы енді аудан көлемінде айтып отыр қой сайлау бойынша. Ауылдық округтың әкімінің сайлауында сайлау қорытындысы аудандық аумақтық сайлау комиссиясы мен учаскелік сайлау комиссияларының хаттамалары негізінде шығарылады. Бұл хаттаманың көшірмесі жалпы жұртқа таныстырылу үшін сайлау үйлеріне ілініп қойылған 2 күн тұрады. Қорытындысы шыққанда бұл ауылдық округ әкімі сол кандидаттың басқа кандидаттардан жаңағы көп дауыс жинаған кандидат әкім болып саналды деп табылады. Ал сайлау заңнамасын бұзған жағдайда қандай да бір жауапкершілік жүктеледі ме? Әрине. Бұл сайлау заңнамасын бұзу сайлау туралы заңның 50-ші бабында толық көрсетілген. Бұл жерде қылмыстық жауапкершілік, әкімшілік жауапкершілік және басқа да жауапкершіліктер қаралған. Ол
жаңағы сайлау комиссиясының жұмысына араласқан, дауыс беруге кедергі келтірген, басқа да жағдайларда жауапкершіліктер міндетті түрде қарастырылған. Ал жаңағы сайлау барысында азаматтардан келіп түскен өтініштер, шағымдар болады ғой. Ал сол бойынша қандай жұмыстар атқарылады? Енді сайлау бойынша келіп түскен арыз шағымдар заң бойынша 5 күн ішінде қаралады. Бұл сайлау жоғары тұрған сайлау комиссиясына келіп түссе 5 күн ішінде қаралады. Ал егер соттарға, прокуратураларға, прокуратура органдарына сайлау барысында орын алған заң бұзушылықтар бойынша түскен арыз шағымдар заңда белгіленген тәртіппен 5 күн ішінде қаралады. Ал сайлау күні, жаңағы 5 күннен кейін түскен, сайлау уже тағайындалған күнге 5 күнге дейін түскен арыз шағымдар жедел сол күні қаралады. Жалпы Ерден аға, бұл сұхбатымыз біздің кез келген Қазақстан Республикасының азаматына пайдалы және танымдық әңгіме болды деп ойлаймын. Осы тұста сұхбатты қорытындылайық. Жерлестеріңізге айтатын жылы лебізіңіз болса, мархабат. Жалпы енді қорытындылай келе, жаңа дүниежүзілік сайлау күнінен бастадық қой. Осы дүниежүзілік сайлау күнімен аудан тұрғындарын құттықтаймын. Әрбір азаматтың белсенді ұстанымы мен саналы таңдауы ғана әділетті, ашық және тұрақты қоғамның қалыптасуының негізін қалайды. Сондықтан аудан тұрғындарын сайлау және сайлау құқығын пайдаланып, белсенділік танытуға шақырамын. Алтын уақытыңызды бөліп, біздің медиа студиямызға келгеніңізге тағы да алғысымды айтамын. Құрметті көрермендер, осымен біздің әдемі әңгімеміз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.